Кенемех тарихы тым тереңде жатқан киелі мекен, өзіне ғана тән табиғатқа ие, қайталанбас сұлулығы бар оазис. Тұрғынының басым бөлігі өзбек, қазақ, қарақалпақ ұлтын құраған. Тағы да 20-дан астам ұлттың тату-тәтті өмір сүруіне ықпалын тигізіп жатқан қасиетті жер бұл. Бұхара әмірлігі кезінде бектік ретінде еншісі бөлек болған аймақ ресми түрде 1925 жылдың наурыз айында Кенемех ауданы болып жеке құрылды. Науаи облысының солтүстік аумағында орналасқан табиғи ресурстарға бай материалдық және мәдени тарихқа ие аймақ өткен уақыт аралығында республикалық деңгейде өзіндік орынға ие болды. Бір құнды мұрағаттар жатқан жер, ғалымдарым тас қоралды тапқан жер. Кенемегім құтты қоныс ежелден, ата бабам түп қазығым қаққан жер. Жаны жомарт туған халқым, ұлықтайық ұлттың салтын, құтты болсын ғасыр тойын, келешегің болсын жарқын. Олжас буын алға талпын, өркениет алсын қарқын, өркендей бер Кенемегім, асқақтасын атақ даңқын. Соңғы жылдары айтарлықтай жетістіктерге жеткен Кенемех ауданының беделі артты. Нақтырақ айтсақ, ауданда өткен жылы 43,5 миллиард 36 инвестициялық жобаның жүзеге асуының нәтижесінде 121 жаңа жұмыс орны жаратылды. Ал үстіміздегі жылы өткен жылмен салыстырғанда 5-6 есе артық қаржыны құрайтын 45 инвестициялық жоба негізінде 325 жұмыс орнын жарату жоспарлануда. Аудандағы экономикалық өндірістік, сондай-ақ ауыл шаруашылығы салаларындағы жетістігі үстіміздегі жылы мерейлі 100 жылдық тойына тамаша тарту болды. Ауыл шаруашылығы саласында атқарылып жатқан реформалар фермерлер мен шаруа қожалықтарының иелеріне кең мүмкіндіктер жаратты. Соның нәтижесінде 2025 жылға арналған астық жобасы артығымен орындалды. Еңбек сүйгіш тұрғындар торқалы тойды зор жетістіктер нәтижесінде көтеріңкі көңіл күймен өткізді. Кенемех ынтымағы жарасқан бекемі бірлік аудан. Тұрғындар жұмыла жұдырық болып, бір жағадан бас шығарып, қандай мереке немесе шара болсын, бірге атқаруды әлдеқашан әдетке айналдырған. Сондықтан мерейлі мерекеге ерекше дайындық жасалған. Әр ұлт өздерінің ұлттық құндылығын насихаттау арқылы шараның тағы да шырайлануына ықпалын тигізді.
Yüreğim degende yüreğimin erkeğidir. Bir sözüm bile balada yüreğim dursun kağada. Аудан орталығында шынайы мереке лебі есуде. Бір тарапта ауыл шаруашылығы өнімдері, көкөністер, жеміс-жидектердің жәрмеңкесі. Ал бір тарапта жалпы Кенемеқ аудандағы ауыл азаматтар жиыны, махалла азаматтар жиындарынан келген киіз үйлер тігілген. Онда ұлттық тағамдар әзірленген. Барша шат-шадман кенемектықтар өздерінің ұлттық киімдерін киіп, ұлттық тағамдарын әзірлеп бүгінгі ауданның 100 жылдық мерекесін көтеріңкі көңіл күймен, көп ұлттың қатысуымен өткізуде. Мерекеге арналып аудандық мәдениет үйі қайта жөнделіп, жұмысын жаңа қарқынмен бастады. Сол күні шат-шадыман Кенемеқ тұрғындарының, сондай-ақ қонақтарының ойын күлкісінің жаңғырығы алыс-алыстан да естіліп тұрды. Karimeq tumanining tashkil topganiga 100 yil. 100 yil onson karamas bu. Bir asr deyiladi. Shuncha yillar o'tdi. Bu madaniyat sohasida ham qancha bir yaxshi ishlar bo'ldi. Bir vaqtlarda bizda bunaqa madaniyat uylari yo'q edi. Qayerdan bo'lsa o'shalar ko'chib yurardik. Bugungi kunda qarang, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mana bu chiroyli binolar qurildi. Men butun O'zbekiston xalqiga, Karimeq xalqiga, hammasiga tinchlik, omonlik tilayman. Yurtimizda bayram bo'lsin, faqat san'atkorlar xalqimizni yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladi. Торқалы тойда аудандық мұрағат бөлімінде Кенемеқ кеші және бүгін атты тақырыпта шара ұйымдастырылды. Жиналғандарға аудан тарихы туралы таптырмас мәліметтерді ұсынған шарада еңбек майталмандарының еселі ерлігі жайлы да сыр шертілді. Yurt qorako'lchilikka asosan ixtilojlangan bo'lib, bu cho'l Qizilqum cho'lda haqiqiy qahramonlar mana shu chorva bilan shug'ullanar ekan. Bu Qizilqumdan yetishtirgan bularni qorako'l terlari dunyo yuzini ko'rgan, dunyoda obro'si bo'lgan, dunyo tan olgan mana shunaqa mahsulotlar. Shu paytda ham o'zimizda iqtisodiyotimizga bu tumanni munosib o'rni bo'lgan. Mana shu kungacha qariyb 12 ta qahramonlar chiqqan, mehnat qahramonlari chiqqan. Bu katta tarix. Bugungi kunga kelib, muhtaram mana yurtboshimizda boshchiliklarda har bir chekka ovulga butun qanaqa soha bo'lmasin islohotlar yetib bordi. Bu yurt bugungi kunda mana juda qattiq rivojlanishda, yer osti boyliklari kundan kunga topilyapti. Katta mana zavodlar qurilyapti. Uni yonida kichik biznes rivojlanyapti. Albatta bu hammasi yurtboshimizda bu e'tiborlardan deb bilaman. Өркениетке бет бұрған тәуелсіз елімізде жаңа бағытта білім беріледі. Оқушылар ақпарат коммуникация технологиялары, робототехника, шет тілдері, сондай-ақ спорт салаларында да зор нәтиже көрсеткен. Tumanimizning yosh va qarisi barchasi xursand. Chunki 100 yil bu bir asr degan. Mana shu bir asr davomida tumanimizda qanchadan qancha insonlar mehnat qilgan. Undan ortiq mehnat qahramonlari yetib chiqqan. Tumanimizda suv masalasi muammo edi, yo'l masalasi muammo. Barcha muammolarimizni muhtaram prezidentimiz yechib berdi. Mana ko'rib turgan maktabingiz ham bir vaqtlar cho'pon bolalari o'qiydigan maktab bo'lgan. Mana shu maktabda ham qancha o'quvchilarimiz o'qib, butun O'zbekiston bo'ylab o'z mehnatini ko'rsatib kelmoqda. Bugun Kenimeq tumani o'zi kichkinagina tuman, lekin 14 dan ortiq turli millat vakillari tinch, totuv, ahil inoqlikda yashab kelmoqda. Buning uchun albatta davlatimizdan minnatdormiz. Мерекеге арнап көптеген ұлттардың әдет-ғұрып мен салт-дәстүрін насихаттайтын көрмелер ұйымдастырылды. Киіз үйлер тігіліп, оның айналасында әсем әндер айтылып, тәтті күйлер тартылды. Көптен бері көз көрмеген жақындар қауышып, мерекенің шырайын арттырды.
жилиги бул достук, бирдемлик байрамы болуп. Себеби мана түрлүү милләтләрimiz өзләренең бүген көтәренке көңелләре белән шу байрамны нишанлатканын күрәбез. Енді бу Канимек туманы 100 җиллек асыр тойы дип халкыбыз juda куаныпты, байрам кылыпты. Асыр тойыда мана Канимектин түрлүү иншаатларының, шуның ичидә мана маданият үйінің яңгыдан реконструкция булып ачылышы, тамирланышы бу халкыбызга маданиятка деген, марифатка деген катта бер байрамына тухпамыз булыпты. Шуның өчен Канимек халкы белән бергәлектә Наваи вилаятындагы һәммә яшәяткан дус, инак булып, тату хаят кечиреп яшәяткан халкыбыз намыдан мана бүгенге асыр тойы белән чын йөрәктән тәбрикләймен. Чөнки Канимекымызда күп милләтлек халкыбыз дус, инак булып, Куда анда булып шу көнгәчә яшәп киләпте. Яшьләрimiz бахытлы, катта кешеләрimiz шуның дуасында булып, үзләре шундай фараван хаятта яшәятканы, хөрмәтле йортбашыбызның мана инсан кадеренең улугланыятканлыгының бер намунасы хисабында булыятканы һәммәмезгә мәгълүм булып турды. Яхшылыкларыбыз, яңгы көннәрimiz, байрамларыбыз күп булсын, кардаш халыкларыбыз аман булсын, бергәлектә дус, инак булып, мана кийинги фарзандларыбызга намуна булып яшәй берсин. Кенемек ынтымақтастық пен достықтың мекені атты ұранымен өткен мерекелік шара гала концерттік бағдарламаға жалғасты. Республиканың түкпір-түкпірінен келген өнерпаздар туған жер, отан, достық жайлы әндер айтып, кешкі Кенемектің көркін ашты. Tumanımız asasan çarvachilik bilan shug'ullanib kelgan shu vaqtgachayin mana chorvani rivojlantirishda respublikada ko'p xizmat ko'rsatgan mehnat faxriylari, qahramonlarimiz bor. Ajoyib insonlarimiz shu qishloq xo'jaligini, chorvachilikni rivojlantirish uchun o'zini qo'ldan kelgan mehnatlarini qilgan. Bugungi kunda tumanimiz chorvachilikdan tashqari sanoat bilan shug'ullanmoqda. Kanimekda ko'p millatli xalq yashagan. Bugungi kunda ham bular totuv bir xudo onda bo'lib yashab kelmoqdalar. Men bugun juda xursandman. Mana shunday Kanimekimizning 100 yilligini nishonlash uchun qo'shni respublikalardan, tumanlardan kelib, bugungi to'yimizda o'zlarining xizmatlarini ko'rsatayotgan o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga ming marta rahmat aytaman. To'ylar muborak bo'lsin deyman. Bugungi kunda Kanimekga 10 yil, 5 yil oldin kelgan odamlar kelsa, Kanimekdagi shunday o'zgarishlarni ko'rib hayron qoladi. Ay ko'rindi 14'ten Norun şaşıp aydınlarga sen ketken Jollarında savur yarın tor kütken Belkim sen de meni eski alarsan Jollarında savur yarın intizar kütken Belkim sen de meni eski alarsan Aydınlar, aydınlar, şalkar aydınlar Özün savur yarına selim aydınlar Tolkınlar yarımda alıp kaytınlar Yar görünmez alıslarga karasan Tolkınlar yarımda alıp kaytınlar Yar görünmez alıslarga karasan Kenimik audanının 100 жылдығына орай бүгін үлкен Kenimik ауданында үлкен бүгін тойланып жатырыпты. Бүгін Kenimik ауданында 30 мыңнан астам тұрғыны бар. Оның басым көпшілігі
қазақ, қарақалпақ, өзбек, тәжік, тағы да басқа ұлт өкілдері жасайды. Бүгін міне үлкен тойдың куәсі болып отырмыз. Күн жалғасында мәдениет үйінің жаңадан тамырланып, жаңадан жөнделіп, ашылу салтанаты болды. Жастар арасында спорттық шаралар өтті. Міне содан халық сейілі болды. Енді міне кешкі халықтың кенімі халқына арналған үлкен концерттік бағдарлама болып жатыр. Ол бағдарламада әлбетте біз әнімізбен қатынастық, кенімі әнін орындадым. Халықтың достығы нығая берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Келешекте Кенімық ауданының 150 жылдығы дәл осындай баршамыз біргелікте аман есен тойлау нәсіп етсін. Осы бүгінгі мереке барша халқымызға құтты болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бір ғасыр, бір ғұмырдың толысып айтарлықтай нәтижеге жетуіне әбден болатын уақыт. Достық, ынтымақ пен бірлік, өзара сенім мен еңбек сүйгіштік сияқты қасиеттерді бойына сіңіріп үлгерген жергілікті халықтың бүгінгі жетістігі аз емес. Бұдан да биік белестерді бағындыруға сенімді жұрт, қажыр қайратты, ерік жігерлі. Бізде осындай айрандай үйіп отырған ауданның мерейлі мерекелері жалғасын таба берсін деген ниеттеміз. жайнаған қазағым елім, ақ пейілден жаралған жанбағың сенің, әрбір таңың арайлап шаттық нұр шашып, тек жақсылық төксінші аспаның көгін. Сендей ғажап думан бел бар ма ғаламда, туған мекен біз үшін артық бағаңда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда. Қасиетті ұл елім, жарқын жайдарлы, тарихыңа тәуетем тұнық қайнары. Көк байрағың биікте тұрсын желбіреп, бұзылмасын бірліктің мәңгі аймағы. Сендей ғажап думан бел бар ма ғаламда, туған мекен біз үшін артық бағаңда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда. Думан бел бар ма ғаламда, туған мекен біз үшін артық бағаңда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда. Сендей ғажап думан бел бар ма ғаламда, туған мекен біз үшін артық бағаңда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда. Қуанышың көп болсын, қуанышың көп болсын, шырқалсын ән көркем даламда.